Түркістан қаласы қазіргі таңда Түркістан облысының орталығы болып танылғандықтан автокөліктер өте көп. Сол себепті осы автокөлікте жүргізушілердің жол ережесін сақтау мақсатында Түркістан қаласы Тынышпұл көшесі мен Тәуелсіз көшесінің қиылысында интегра интеллектуалдық қиылыс бейне бақылау камерасы орнатылды. Яғни бұл камералардың мақсаты бағдаршамға автокөлік жүргізушісі тоқтаған кезде, тоқтау сызығын басқан кезде ол жолақтарды шектелгендіктен сол жерге айыппұл ретінде ұйғарым шығарылады. Және ол қызметі тағы да бағдаршамның қызыл түсіне, яғни тыйым салынған белгісіне өту қағидасын бұзған жағдайда да ұйғарым шығарылады. Сонымен қатар автокөлікті басқару кезінде көлік жүргізушісі қарама-қарсы бағытқа шығып көлікті басқаратын болса, ол да 6 ай көлемде жүргізуші куәлігінен айыру әкімшілік сот арқылы жазаланатын болады. Осы тектес бейне бақылау камерасы Түркістан қаласында Тынышпұл, Қожанов, Токехан көшелерінің қиылысында орналастырылған. Жыл басынан бері жалпы Түркістан облысы және қаласы көлемінде 81 мың құқық бұзушылық анықталған. Олардың айыппұл салу статистикасы бойынша 2 миллиардтан астам айыппұл салынып, соның 800 миллион теңгесі мемлекеттің қазынасына құйылып отыр.